Саламатсыздар ма, білім алушылар? Кезекті сабағымыздың тақырыбы ақша және банк жүйесі. Сабағымыздың мақсаты білім алушыларға ақшаның шығуын, даму тарихын, ақшаның мәні мен мазмұнын, атқаратын қызметтер мен түрлерін, банктер мен қаржылық мекемелер туралы түсінік беру. Ақша айырбас құралы ретінде барлық адамдармен қабылданатын және басқа тауарларды бағалауға қызмет ететін жалпыға бірдей ерекше тауар. Соңғы ғасырларда алтын және күміс теңгелердің орнына қағаз ақшалар жүре бастады. Қағаз ақшаның құны алтынмен кепілденді және олар алтынға еркін айырбасталды. Ақша тауар өндірісі мен тауар айырбасының тарихи дамуы нәтижесінде пайда болды. Алтын мен күмістің жалпыға бірдей баламасы ретінде атқаратын рөлі байланысты құнның жалпы формасы ақша формасымен айырбасталды. Ол кез келген тауарға айырбасталды. Бөлінеді. Ақша толық құнды және толық құнсыз болып бөлінеді. Толық құнсыз ақшалар номиналды құны нақты құннан, яғни олардың өндірісінен кеткен қоғамдық еңбектен жоғары болып келетін ақшалар. Толық құнды ақшалар номиналды құны оны дайындауға кеткен нақты құнмен сәйкес келетін ақшалар. Ақшаның түрлері: металл ақша, қағаз ақша, несиелік ақша, электронды ақша. Ақшаның қызметі құн өлшемі, айырбас құралы, төлем құралы, қолдану немесе қор жинау құралы, дүниежүзілік ақша болып бөлінеді. Ақша айналысы шаруашылықтағы тауарларды өткізуге, сондай-ақ тауарлы емес төлемдерді және есеп айырысуды жүзеге асыру кезіндегі ақша қозғалысы. Ақша айналысы екі түрде жүзеге асады: қолма-қол ақша айналысы және қолма-қолсыз ақша айналысының жүйесі. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі екі түрге бөлінеді: бірінші деңгейлі банктер және екінші деңгейлі банктер. Бірінші деңгейлі банктерге ұлттық банктер, екінші деңгейлі банктерге коммерциялық банктер жатады. Ұлттық банктің негізгі қызметі ақшаны эмиссиялау, яғни айналысқа қажетті мөлшерде банкноттар мен монеталарды шығару, мемлекеттің ақша несие саясатын әзірлеу және жүргізу, валюталық реттеу және валюталық бақылауды жүзеге асыру, төлем баланстарын құрастыру. Коммерциялық банктің негізгі қызметтері ақша қаражаттарын шоғырландыру және тарту, несие беру, шаруашылықтар мен есеп және төлем жұмыстарын жүргізу, төлем құралдарын шығару, бағалы қағаздарды шығару және орналастыруды ұйымдастыру, сенімхат бойынша клиенттердің мүлкін басқару, клиенттерге кеңес беру. Валюта дегеніміз әр елдің ақша бірлігі. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге. Ол 1993 жылы 15 қарашадан Нұрсұлтан Назарбаевтың бұйрығымен енгізілді. Үйге тапсырма: әр елдің ұлттық валюталары тақырыбына реферат дайындау. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.